Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде қонақта физика ғылымдарының PhD докторанты, Болашақ бағдарламасының стипендианты, физика пәні мұғалімі Тамыр Бақытқазы. Сіздермен бірге Жанайым және мен Айару. Таңдыра апай, біздің студиямызға қош келіпсіз. Сіз болашақ бағдарламасы арқылы Американың Албания қаласына Albany State University'да оқып келіпсіз. Жалпы осы бағдарлама туралы айтып өтсеңіз. Болашақ бағдарламасы бұл халықаралық стипендия, яғни біздің мемлекеттің беріп отырған үлкен мүмкіндігі. Бұл стипендия арқылы біз таңдаған университеттерімізге тағылымдамадан өтуге, бакалаврда, магистратураны оқуымызға. Алдағы уақытта қандай кәсіби немесе ғылыми жетістіктерге жетуді мақсат етесіз? Өте қызық сұрақ. Мен осы уақытқа дейін көптеген ізденістерге толы шығармашылық өзімнің ғылыми еңбек жолдарын атап өтсем, жалпы PhD докторантурасын 2021 жылы бастап оқыдым. Содан осы 2023-2024 жылдары осы PhD докторантурамен қоса осы орта мектеп білім беру бағдарламасы бойынша болашақ бағдарламасының стипендия жаңа айтып өткен бағдарлама бойынша мен тағылымдамаға барып, сол жерде біліктілігімді арттырып, сол жақта тағылымдамадан өтіп келдім. Енді алда осы PhD докторантурамды қорғап, алда болашақта әлі де осы мектеп саласындағы әдіс-тәсілдердің жаңа заманауи жетістіктерін үйреніп, осыны елімізге алып енгізсем деген үлкен мақсатым бар. Физика саласында шетелдік ғалымдармен бірге бірлесіп жұмыс істеу жоспарыңызда бар ма? Тек қана физика пәні емес, жалпы мен білім беру саласында, education, осы білім беру саласында мен көптеген профессорлармен қазіргі уақытта, осы уақытта да көптеген жұмыстар жасап жатырмын. Апай, сіз жаңағы STEM туралы айттыңыз. Осы STEM аптасында өткен іс-шаралардың қайсысы оқушылардың қызығушылығын ерекше арттырды? Тамаша, STEM апталығы бұл менің осы мектепте алып келген бір жобаның бір түрі. Яғни STEM апталығы арқылы STEM-ді дәріптеу, яғни осы STEM дегеннің өзі Science, Technology, Engineering мәселе. Яғни осы ғылымға балаларды инженерияға, технологияға жетелеу, яғни кәсіптік даярлау. Осы жерде балалардың әр аптаның осы 7 күн, осы 5 күндік іс-шараның ішінде әр күні ерекше болды деп санаймын. Бірінші күні көргізбе болды, екінші күні ата-аналарымен жұмыс, үшінші күні хакатон мұғалімдер арасында, одан кейін бізде оқушылар арасында хакатондар болды, мегатон деп, яғни қолдан әртүрлі заттар жасау арқылы олардың қалай жүзеге асыратыны туралы көрсеттік. Әрбір күндері ерекше өтті деп ойлаймын. Осы хакатон деген не? Жалпы мегатон, хакатон дейді. Бұл бірлесе ойланып табылатын, яғни бір жаңашыл жаңалықты көрсету, немесе бір проектті, яғни жобаны жүзеге асыру деп айтуға болады. Осы апай бәрі айтады, сіз ағылшын жақсы білесіз деп, IELTS тапсырғаныңызды жақсы біледі. Осы бір ағылшынша сұрақ қояйыншы. Енді соншалықты керемет емес, мен тырысайын жауап беремін. What challenge did you face when you went to the US through the Болашақ program? When I went to the US, what challenge do you mean? I have a lot of challenge about my language and my skills and my traditional experience. And first challenge is my speaking is not fluently, and then I'm very hard to understand my professor and my colleagues. First, and because US very quickly speak, and then I can't understand very quickly. When I prepare IELTS exam, then very slowly speaking and very understanding speak. But when I went to the US, they are very fast, and then I can't understand. It's very hard for me. After that, I understand about their skills and understand their experiments. And when I went to the school, first I understand that they are very freedom thinking, freedom do anything. So I think our country
country needs freedom thinking and creative thinking. Did you develop your English level when you went to the US? Of course, it's a good question for me. Firstly, my level is no so higher. After I come back US, come here, I feeling my English is improved better than before. So I think it's how to say, it's experience and it's change. So I development language is firstly need practice. So at university practice a lot. So I think I developed my English